Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы мынау көбелек. Тема урока это бабочка. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Первое задание. Послушай, повтори. Мынау көбелек. Это бабочка. Екінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Боя. Второе задание. Послушай, повтори, разукрась. Ақ қанатты көбелек. Бабочка с белыми крыльями. Көк қанатты көбелек. Бабочка с синими крыльями. Қызыл қанатты көбелек. Бабочка с красными крыльями. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала, суретті боя. Третье задание. Послушай, повтори, покрась картинку. Көбелек. Ақ қанатты көбелек. Көк қанатты көбелек. Қызыл қанатты көбелек. Бақшамызға келе кет. Көбелек-ау көбелек. Бақшамызға келе кет. Көбелек-ау көбелек. Бақшамызға келе кет. Төртінші тапсырма. Бастыру. Сыз. Четвертое задание. Обведи. Начерти. Бесінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Пятое задание. Послушай, повтори. Қазақ тіліне тән дыбыстарға назар аудар. Обрати внимание на звуки казахского алфавита. Балалар, демалайық. Ал балалар тұрайық. Алақанды ұрайық. Оңға қарай бұрылып, солға қарай бұрылып, бір отырып, бір тұрып, бой сергітіп алайық. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.